Мерекелік дастархандарыңыздың сәнін келтіретін, кез келген қонақтарыңызға сөзсіз ұнайтын, өте дәмді әрі тез жасалатын салаттың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен шпроттарымызды жақсылап майдалап аламыз. Үлкендеу ыдысымызды алып, осындай дөңгелек формамызға қайнатылған картошкамызды бір тегістеп салып аламыз. Енді оның үстіне шпрот саламыз. Барлығын дәл видеода көрсеткендей етіп жасаңыздар. Барлығын бір келкетіп тегістеп алып, шпротымыздың үстіне майдалап туралған пияз саламыз. Пияз ерекше дәм береді, осы салатымызға міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Пияздың үстіне аздап майонезімізді себеміз. Келесі бізде қызылшаны да дәл солай салып, тегістеп аламыз. Барлық шеттеріне бір келке тию керек. Өте оп-оңай жасалады және дастархандарыңызға ерекше әсемдік береді. Келесі бізде сәбізді дәл солай салып, тегістеп алып, оның үстіне тағы да аздап майонез құйып аламыз. Тұз сеуді ұмытпаңыздар, аздап мен тұз септім. Майонезімізді жағып, жақсылап тегістеп алып, енді оның үстіне қайтадан қызылшамызды салып, дәл солай жалғастыра береміз. Шеттерін міндетті түрде тегістеп салыңыздар, сол кезде формамыз алған кезде өте әдемі болып шығады біздің салатымыз. Майонезімізді жағып, енді оның үстіне картошкамызды саламыз. Картошкамызды жақсылап тегістеп аламыз. Картошкамыздың үстіне көбіректеу майонез құйыңыздар. Майонезді жақсылап тегістеп аламыз. Енді бізде жұмыртқаны жақсылап үткіштен өткізіп аламыз. Менде қазір 3 жұмыртқа салдым. Барлығын жақсылап өткіштен өткізіп, бетін тегістеп аламыз. Енді формасын аламыз салатымыздың. Міне біздің салатымыз дайын болды. Енді бетін әсемдеп шығамыз. Осындай үйлеріңізде бар аскөктерде қолдансаңыздар болады. Мен қазір укроп қолдандым. Барлық укроптарымды дәл осылай айналдырып қойып шығамыз. Өте ерекше әсемдік береді, әсіресе жаңа жылдық дастархандарыңызға. Барлық укроптарымызды салатымыздың бетіне әсемдеп алдық. Енді қалған қызылшамызды бір шай қасықтан салатымыздың үстіне қойып шығамыз. Біздің салатымызға ерекше әсемдік береді. Сонымен біздің салатымызы дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Сондай тәбетті ашатын кез келген қонақтарыңызға ұсынай берсеңіздер болады. Дастарханын көркін келтіретін салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Үйдегі қолжетімді заттардан дәл осылай дастархандарыңызға әсем етіп салаттар дайындасаңыздар болады. Жасалу жолы өте оп-оңай, видеода барлығын анық сіздерге көрсеттім. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар, міндетті түрде сол жерге өтіп қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.